мектепте, өзінің класының ортасында, өзінің әдемі білімнің шаңырағында, ешкімнің қол астында емес таяқ жейтін. Және анасының, әкесінің қасында қалдырғымыз келеді. Бірақ қыз балдар қазір мен анамды тыңдағым келмейді, мен бөлек шыққым келеді дейтінде әңгімелер көбейіп барады. Қыздар, осыдан сақ болыңыздар. Мен 15-ке келдім, мен бөлек тұрам, квартира жалдаймын деп, біздің көп қыздарымыз солай шошаңдап жүр, құрметті аналар. Сондықтан қатты болса да, ащы болса да, 1 рет жылайды, 2 рет жылайды қызыңыз, 3-ші рет жылайды, бірақ 4-ші рет түсінеді. Аналар, неге? Өйткені сенің құрсағыңнан жаралды. Тентек деген қызымыздың өзінде де ұялу, қысылу, өзіне өзі есеп беру. Мына жерде мен қате айттым ғой. Анамды ренжітіп алдым ау, әкемді ренжітіп алдым ау, тіпті кластағы мына қызымды бостан-босқа ренжітіп алдым ау деген міндетті түрде көкірегінде ол сұрақ тұрады, ол болмыс жұмыс жасап тұрады. Ал біз қай жерден қате кетіп жатырмыз? Қыздарымызды үйдің ішіне араластырмаймыз. Қыздарды жұмсауды қойдық. Қыздарымыздың бәрі көшеде, мегада толып жүр. Қыз бала тек қана селкілдеп жүру керек екен, оған сөйлемеу керек екен деп, көп аналардың өзінен де ағаттық кетіп жатыр. Тәрбиелей алмайсың ба? Әжесіне жібер, атасына жібер. Абысының бар ма? Абысыныңа жібер. Сол үйге барсын, аралассын, сол үйдегі қыз не істеп жатыр? Сол қызбен сөйлессін. Сол қыздың қолындағы телефонын қарасын, киген киімін қарасын, салыстырсын өзін. Өйткені ол сендер алып берген сайын, бәрі болған сайын маған әлі аз, маған внимание жетпей жатыр деп тұр ғой. Ана абысының үйіне барған кезде өзімен жасты қатарлас қыз киіміне қарап, сөйлеген сөзіне қарап, үйде қазір әкем келеді, мен кішкентайына блинчик пісіріп жіберейін, кішкентай бауырсақ пісіріп жіберейін, інісіне қарап, нәскиін жыртылған, нәскиін тігіп жатырған қызды көрген кезде мына қыздарымыз 360 градусқа өзгереді. Өзгермейді деп айтпаңыздар, құрметті аналар. Қыздар міндетті түрде жақсы болуға өзгереді. Бірақ соған жолды біз ашық тұрған жолды өзіміз жауып жатырмыз. Істеме, керек емес. Үйде жүрген кезде емін-еркін жүр дейміз. Еркіндік деген. Кешегі бір киноны айтсам бекен, айтпасам бекен, Американың бір киносын көрсетті. Сонда Американың актері ол киноны жақсы алып шыққанда, сол киноның ішінде жаңағы өзі Американың актері болса да айтып жатыр. Бізге, ағылшындарға, Америка тұрғындарына еркіндік жайлы бекер айтылған екен. Өйткені оның жаңағы қызы қызға тұрмысқа шыққан, ұлы ұлға тұрмысқа шыққан, өзі жалғыз өзі қалды, әйелі ауру болып өлді. Міне, көрдіңіз ба? Неге қазір шетелдің адамдарының бәрі біздің қазақтың киімін, әуенін, өлеңін, домбырасын неге жаттап жатыр? Неге оған сүйеніп жатыр? Сондықтан, құрметті аналар, үйде ең бірінші домбыра тұру керек. Домбыраға үкі тағып қойыңыздар. Тартпасаңыздар да, балдарыңыз татса тіпті жақсы. Домбыра үкімен тұрған кезде үйге үлкен тылсым дүниеден жарық күш түсіп тұрады. Домбыраға қараңыздар, молдасын құрып отырған ата. Сондықтан бізде бесік пен домбыраны ең жоғарғы орынға қоятын себеп сол.